Бүгінгі жобамыздың кейіпкері Жазира ханым. Жазира ханым, өзіңізбен таныстырып кетсеңіз. Қайырлы күн, мен есімім Жазира. Мен соңғы 5 жылдың көлемінде маркетингпен айналысудамын. Қазіргі таңда 50-ден аса бизнес иелерімен жұмыс жасадым сол 5 жылдың ішінде. Яғни коммерциялық және эксперттік бизнес иелеріне, кәсіп иелеріне Instagram арқылы клиент табуға көмектесудемін. Осы идеяға Жазира ханым қалай келдіңіз? Негізі өзіңіздің мамандығыңыз туралы қосымша айта кетсеңіз, және де неге осы саланы таңдадыңыз? Не себеп болды? Және қандай қызығушылық сізде пайда бола отырып осы іске келдіңіз? Негізгі мамандығым мұғалім, информатика пәнінің оқытушысымын. Колледжде 20 жылды болды биыл мұғалім болғаныма. Мұғалім бола тұра өзім презентацияны, жаңағы спикерлікті көп семинар тренингтерде шыққан болатынмын. Сондайдың барысында осы ұялшақтықты жеңдім десем болады. Осылай көпшіліктің алдына сөйлеу деген сияқты. Ең бастапқы кезде оған көмектескен сол мен презентация жасау қабілетім деп ойлаймын. Презентацияны жақсы жасайтын тұғымын. Сол презентация себебі өйткені өзім ұялшақ болғаннан кейін сөйлеу қиындау болады көпшіліктің алдында. Және сол жерде презентация как опорный пункт дейді ғой, соған сүйеніп отырып прогон жасап, дайындалып жасайтынмын. Кейін декретте әр декрет сайын бір қабілет ашылады әйелдің. Неше бөпеңіз бар, айтып беріңіз? Қазір 5-шісімен үйде 5 айлық бөпем. Бұның алдында осы 4-ші бөпеме шыққан кезде карантин болды, как раз карантиннің кезінде осындай инфо-бизнес, инфо-продукт деген сияқты онлайн оқуға сенім көбірек болды адамдарда. Сол кезде SMM емес, маркетингті оқыдым, интернет-маркетинг деген. Себебі ол жерде сайт, программированиеге жақынырақ болды, яғни IT-ге. Сол маған жақын болғасын, жаңағы синдром отличницы мен до конца доведу деген сияқты прям бүкіл пунктін орындап оқыдым. Орындау барысында жаңағы Instagram жүргізу керек тұғын, сол 3 ай оқуда 3 ай бойы жүргізу керек тұғын. Сөйтіп басталып кетті. Және де ол қолымнан келгеннен кейін көп клиенттерден кері байланыс алу арқылы шабыт алдым, және де көп деген клиентке енді жақсы нәтиже бердім деп ойлаймын. Осы Жазира ханым, біз сізбен менторинг бағдарламасының аясында ұлттық кәсіпкерлік палатаның жанындағы сол бағдарламасының аясында танысқан болатынбыз. Сол менторинг сізге бағдарлама не берді? Және де қандай сізде қорқыныш сезім болды сол кезде? Сол туралы айта кетсеңіз шамалы. Менторинг бағдарламасында менің менторым Наталья Валентиновна болатын. Наталья ханым арқасында, сіздің арқаңызда, яғни көптеген жұмыс жасадық, біраз уақыт, 1 жыл көлемінде болды, 6 айдай проект жүргізілді. Сол 6 ай барысында бізбен психолог мамандар болсын, қаржыгер мамандар, заңгер мамандар, стилист мамандар көптеген жұмыс жасалды. Өзімен қатар бірнеше әйелдер болатын, көпшілігі мен сияқты көп балалы аналар. Және де сол декретте бастаған кәсіппен келген сияқты. Ол кезде енді мен сенімсіздік болды, әрине ең басында. Не үшін бара жатқанды білмесем де, әйтеуір дамимын. Тоже жаңағы синдром отличницы мен до конца баруым керекпін, осыдан нәтиже шығару керекпін деп. Бірақ әрине қиын болды. Арасында жаңағы сынасың ғой. Не істейсің, сол саған керек па деген сияқты моменттерде жоқ, мен бару керекпін деп күннің ыстығында көп кездесу болды бізде. Мемлекеттік қызметтен бас тарту сіз үшін сол кезде үлкен жаңағы комфортная зонаны қалай айтатын еді? Зона комфорта. Зона комфорта болды сізден. Сол қиыншылық мен есімде, сол өте көп сізге кедергі жасатқызған. Дегенмен сіз соны жеңе білдіңіз. Жеңе біліп отырып, сіз кәсіпке келдіңіз. Соны мына мемлекеттік қызметтегі отқан адамдарға, кейбір уже өзінің патологына жеткен азаматтар не істеймін, не боламын деген көп сұрақтар өз-өздеріне қояды. Сол кісілерге қандай кеңес бересіз? Енді ең бірінші мотивация ол балаларым. Мемлекеттік қызмет болсын, мұғалім, дәрігер болсын, мен ойлаймын енді
ол кәсіппен тек бір ғана, ол кәсіп емес, енді ол жұмыс қой, тұрақты жұмыс, 8 сағаттық жұмыспен адам байиды деп ойламаймын. Енді болатын шығар арасында бірең-сараң, бірақтан осы кәсіп маған свободный график беретінін түсіндім. Және де тәуелсіздік ақша жағынан, қаржы жағынан, және де өзіңе ұнайтын іспен, өзіңе ұнайтын адамдармен араласу. Ал мемлекеттік кәсіп деп, мемлекеттік жұмыста жүргенде сен өзіңе байланған уақыт жұмыс орнында отырасың, немесе тек қана өзіңнің шектеулі ғана адамдармен кездесесің. Ешқандай даму, белгілі бір шекке келген кезде мұғалімдіктен уже ол қосымша курстарын барлығын меңгеріп алғаннан кейін ары қарай уже баратын жол жоқ. Әрі кетсе сен директордың орынбасары немесе директор боласың да ол жерде. Ол кісілердің де айлығы сенен кішкене ғана жоғары да. Соны түсінгеннен кейін мен ойымша кез келген адам кәсіппен қазіргі кезде көзі ашық халықтың, енді мен мұғалімдікті жаман деп айта алмаймын, көп нәрсені маған үйреткен мұғалімдік, бірақ сол үйрене отырып енді ары қарай даму үшін менің ойымша үлкен қадам болды деп ойлаймын. Осы кәсіпке келу, кәсіпті ары қарай алып кету деген сияқты. Сол менторлықтың кезеңінде сондай таңдау болған, және де Наталья ханыммен бірге өткізген консультациямызда сол таңдауды өзім бір шешімге келдім деп ойлаймын сол кезде. Өте қиын болатын, өйткені мен как раз сол жылы жұмысқа түстім декреттен. 3 жыл демалып, 3 жыл әбден кәсіпті жасағаннан кейін жұмысқа түскен кезде 8 сағаттық сабақ беру бар, оның арасында жиналыстар бар, басқа да іс-шаралар бар мұғалімдердің. Барлығы болады, көп энергияң кетеді, және де алатының бір шағын ғана айлығың. Сол энергияң кеткеннен кейін өзімді ішімде ойбай, сенің алдыңдағы табысың қайда, бірінші очередь табыс қой. Одан кейін сенің өсіп жатқан деңгейің осы жерде тоқтап қалды ма деген сияқты қатты стресске түсіп кеттім. Сол сіздің консультациядан кейін соның шешімін таптым деп ойлаймын. Енді кәсібіңіз алға бассын, міндетті түрде. Жазира ханым, сізге мынандай сұрақ: қандай біздің әйелдерге кеңес бере аласыз? Үйдегі отқан көп балалы қыз-келіншектер өз ісін бастағысы келетін, бірақ қорқыныш сезімдер пайдасы бар азаматшаларға. Дәл сондай ситуацияда, дәл сондай кезеңде өзімде болдым, өзімде өттім. Әр декрет ол бәрібір әйел адамға гормон ойнатады. Сол кезде кешегі декретім мысалы тоже бір серпіліске бір түсірді да, бір секіртті деген сияқты. Сол именно осы соңғысында мен түсінгенім, әйел адам тоқтамау керек, себебі ол тоқтаса, оның балалары да сол деңгей, өзінің деңгейінде ғана жетіледі деп ойлаймын. Ал әйел дамыса, ол жан-жағын да бақытты қылады, және де қауымды да бақытты қылады деп ойлаймын. Сол себепті тоқтамау керек ең бірінші. Және де өзінің қызығатын ісі арқылы кез келген іспен монетизировать, ақша табу. Кез келген іспен, хоббимен ақша табуға болады деп ойлаймын. Кәсіп жасауға болады. Әрине. Мысалы өзім, жаңа сіз айта кеткенде, ләззат алатын нәрседен, және екінші бұл пайдасы тисе, жалғыз пайда өзіне ғана емес, қоғамға да пайдаңыз тисе. Басқаға пайда қалай алып келемін деп ойлайтын болса, сол сұраққа жауабын іздеген кезде міндетті түрде табады, өзінің жолын табады. Осы қазір кезде айналысатын ісіңіз қандай, және сізді қаяқтан табуға болады? Рахмет сұрағыңызға. Қазіргі кезде кәсіпкер әйелдер мен көшбасшы әйелдерді халыққа таныстыру мақсатында, және де ол кісілерге де контент болсын, көпшілік аудитория ол кісілер танысын деп, ол кісілердің жетістігі туралы айтылатын біз Қыздарша подкаст деген парақша құрдық. Ол да Наталья Валентинаның менторлығындағы үлкен маған берген бір кеңесі, ол бір сый деп ойлаймын. Енді ол да бір сол бастамадан 3 жылдай болды, уже осы 3-ші жыл. 3 жылдың көлемінде бірнеше кәсіпкер әйелдерге интервью жасадық. Ол интервью Instagram парақшасында, YouTube'да және TikTok'та үзінділер салынады, ал толық нұсқасы сол YouTube каналымызда тұрады. Осы парақшаны табамын десеңіздер, Instagram'да Қыздарша подкаст деп тұрады, және де мен өзім парақшам Жазира Кенжебекқызы. Сол арқылы тапсаңыздар, кез келген сұрақтарыңызға пайдалы болатын болсам, әрине ашықпын.